Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі Ақтөбе-Астарқан тас жолында 4 көлік соқтығысып, бір отбасы қаза тапты деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі Диапазонға сілтеме жасап. Mitsubishi көлігінің жүргізушісі мен 2 жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Бұл бір отбасының мүшесі, әкесі, баласы және анасы деп хабарлады Ақтөбе облысының полиция департаменті. Еске салайық, бұған дейін Абай облысының Үржар ауданында Мақаншы ауылынан 35 шақырым жерде екпіні күшті желдің салдарынан 31 жастағы коммерциялық жолаушылар автобусының жүргізушісі рөлге ие бола алмай 17 жолаушымен кюветке ұшып кеткенін хабарлаған едік. Аптаның басты оқиғалары мен пайдалы видеоларды көру үшін YouTube арнамызға жазылыңыз. Егер де біздің видеоларды ұнаса, подписаться және бір ғана лайк деймесін, басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғасы ұстауды нәсіп етсін.